Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен дәл осындай ерекше өте дәмді тағам ризольдің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен әдеттегідей менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Алдымен фаршымызға 2 пиязымызды майдалап 4 бұрыштап турап араластырамыз, тұзын бұрышын қалауынша салып. Содан кейін фаршымызды осындай дөңгелек бөліктерге бөліп дайындаймыз. Менде 8-10 штук бризоль шықты. Содан кейін ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне кішкене тұз салып, сүтімізді қосып, жақсылап вилканың көмегімен араластырып аламыз. Осындай салафан пакетімізді екіге бөліп аламыз да, кішкене ұнды сеуіп, екінші жағын бетіне жауып, осылай оқтаудың көмегімен фаршымызды мұшқалап жаятын боламыз. Енді жұмыртқамызды осындай жұқа тарелкаға 5-6 қасықтан құйып аламыз да, салафандағы фаршымызды жайлап осыған аккуратно түсіретін боламыз. Алдын ала сұйық майымызды құйып, табамызды жақсылап қыздырып аламыз да, жайлап осы фаршымызды түсіретін боламыз. Екі жағын 5-10 минуттай жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қалған бризольдарды да дәл осылай жасап шығамыз. Барлық бризольдарымды дәл осылай пісіріп алдым. Енді ортасына начинкасын жағамыз. Мұнда менде майонез, укроп және чеснок. Жақсылап теркадан өткізіп алдым да, осыны жұқалап жайып шығамыз. Және ортасына соломка етіп туралған огурцты салсаңыздар, өте дәмді болады достар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Начинкасы дайын болды. Енді бризольдарымызды аккуратно орайтын боламыз. Одан кейін үстіне әсемдік үшін майонез, кетчупты жағып, гарнирімізға күріш немесе пюре жасасаңыздар да болады, қалауыңызша. Міне достар, біздің бризольдарымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.